Сіздермен Паримаш Қазақстан YouTube каналының жүргізушісі Әлімжан Тасболатұлы және бүгін өздеріңіз көріп тұрғандай мен Ақтөбе қаласындағы Қобыланды Батыр атындағы стадиондамын. Дәл осы жерде Ақтөбе мен Ордабасы арасындағы ойынды тамашалайтын боламыз. Дәл осы екі құрам жақын арада кездескен болатын. Шымкентте кубоктық кездесуде ол жерде енді Ақтөбе жеңіске жеткен. Тағы бір айтатынымыз, Ақтөбе дәл осы стадионда 2019 жылдан бері Ордабасыға жеңілмеген екен. Яғни бүгін де үш ұпайды жұлып кетуге тырысады. Олай болса, қызықты блокты бізден бірге көріңіздер. Кеттік достар. Достар, менің жанында Ақтөбенің ұзақ жылдар бойы жанкүйері Арон атты ағамыз тұр. Арон, бүгінгі ойынға қош келдіңіз. Жалпы бұл ойыннан сіздің күтеріңіз не күтесіз? Қандай үміт күтесіз? Ассалаумалейкум. Бұйырса осы ойыннан 30 көтеміз. Сосын меніңше Ақтөбе ұтылмау керек. Статистиканы қарасақ, Ақтөбе 900 бірдеңе күн қазір отылмай жүр өз алаңында. Бүгінде тек 30, одан басқа не күтесің? Чемпиондық атаққа таласам деген команда міндетті түрде үйдің жаңағы үйдегі ойындарын әрине жеңу керек. Есеп қандай болады деп ойлайсыз бүгін? Бұл жер. Біздікілер жібермейді енді. Бір гол салса салады, максимум 2 гол деп ойлаймын. Түсінікті. Енді мынандай сұрақ. Былтыр енді Карпович болды бас бапкер. Биыл Парфенов. Қай бапкердің, қай маманның ойын стилі сіздің көңіліңізге жағып жатыр? Қазіргі уақытқа Парфеновтың ойынын бұлай анализ жасауға мүмкіндік болмай тұр, себебі бізде жаңа команда, жаңадан жиналған бір 70% ба 80%-дай жаңа ойыншылар келді. Адаптациядан өтіп бәрі нормально болатса, меніңше қазіргі былтырғы Карповичтің ойыны жақсы болды, енді бірақ оның нақты рисунығы болған жоқ. Көбінесе қорғанысқа жатып ойнады, Әрине, сосын шыны керек, көп матчтарда біз енді везение дейді ғой, сондай минуттық. Ал биылғы енді Спартаковский школаның аты Спартаковский школа. Үміттенеміз, Спартактың жаңағы владениесі көп, сосын атакующий әдемі футболды көрсетеді деп үміттенеміз. Керемет, енді шабуылға биыл Дорни Ромеро, Жайро Жан сияқты өте жылдам ойыншылар келді. Одан қалса Идрис Умаев, енді былтыр жалда болған еді, биыл келіп қайтадан керемет ойын өрнегін көрсетіп жатыр. Жалпы Ақтөбенің осы шабуылда күштің арқасында, жылдамдығының арқасында биыл чемпиондыққа жете алады деп ойлайсыз ба, әлде мүмкін жазда тағы бір 2 ойыншы алу керек деп ойлайсыз ба? Қазіргі уақытқа біздің құрамымыз меніңше толықтай жасақталған. Жасаса, жаңағадан приобретение жасаса, тек қана бір нападающий керек. Егер де бір жартылай қорғаныстан біреу бізден кетіп атса мүмкін, ондай да мүмкіндік болуы мүмкін ғой. Ондай. Сол үшін бір полузащитник жақсы бір плеймейкер болса бізде әдемі ойынның жаңағы несін суретін сала алатын. Кімдер біздің Оразов, Байтана сияқтылар, солардан кем болмаса жақсы болар еді. Шабуылшы әрине міндетті түрде керек. Кез келген адам өзінің жақсы шабуылшы болған қалайды командасында. Достар, Энфилдте, Сигнал Идуна паркта және Селтиктің стадионда You'll Never Walk Alone болатын болса, Олд Траффордта Glory Man United болатын болса, Сантьяго Бернабеуде Хала Мадрид болатын болса, яғни бұл жерде осы ән, яғни білесіздер, өздеріңізде естіп тұрғандай.
Өздеріңіз тыңдап отырсыздар. Ай, Ақтөбем. Жаңағы сәтте әдейі айтпай қойған едім, себебі Ақсәулем емес, Ақтөбем. Достар, Ақтөбе футбол клубының осы керемет жейдесін жеңіп алғың келе ме? Олай осы шарттарымыз әдеттегідей. Біздің каналымызға тіркел, лайк бас және өзің пікіріңді қалдыр. Және осы жейде Ақтөбе қаласынан дәл осы Қобыланды Батыр стадионынан сатып алған саған бұйырып қалуы мүмкін. Сәттілік достар! Достар, ойын басталды және бірден біз осы дәл өздеріңіз естіп тұрғандай менің артымда 10-ші сектор тұр. Ақтөбелік жанкүйерлер, ал қақпа орда басының қақпасы. Олай болса көрейік, екінші таймда басқа қақпаны таңдап көретін боламыз. Ал қазір енді ойынымыз басталды. Айтқандай қызықты ойын көреміз. Бастысы нағыз мықты, бүгінгі ойында жеңіске жетсін. Ойынның 8-ші минутында Асқат Тағдырген алыстан соққы бақтап көрген. Енді бұл соққысы өте сәтті шықты, өздеріңізде көрдіңіздер. Қақпадан өте биік кетті. Ал бұған дейін енді керемет бір шабуылдар болып жатқан жоқ. Ойын енді қазіргі таңда ортада өтіп жатқанын көріп отырмыз. Жаңағы осыған дейін кубоктық ойын деген еді. Кубоктық ойында негізгі есеп тең аяқталған еді. Одан кейін енді экстра таймда барлық үш голдың барлығы соғылғанда білеміз. Бүгін енді ондай тең ойын болады деген ойдан аулақпыз, себебі чемпионатта екі құрамға да жеңіс керек. Алаңда Темірлан Ерланов жатыр. Бұл жерде енді тізесін ұстады, бірден жарақат алып қалғандай. Міне дәрігерлер бірден келіп Темірланның тізесін ұстап көріп жатыр. Достар, ойынның 21-ші минутта өтіп жатыр және жаңағы сәтте Темірлан Ерлановтың жарақатын алып қалғанын көріп отырмыз. Оның орнына қазір алаңға Сағадат Тұрсынбай шығуға дайындалып тұр. Алаң жиегінде Темірлан тізесінің жарақатын алды. Енді тез қатарға қосылуын тілейміз. Ал ойынға келетін болсақ, енді керемет шабуылдар қазіргі таңда жоқ, көбінесе ортада өтіп жатыр. Ортада бір-біріне деген көп текетірестер, дөрекі ойындарда болып жатқанда байқап отырмыз. Нағыз осындай чемпиондыққа таласатын командалардың арасындағы ойын болып жатыр. Номер 23 Темірлан. Құрметті достар, мен бүгін өзімнің құлағыма керемет бір жағымды дүниені естіп тұрмын. Яғни 10-ші сектормен дәл артында тұрған шабуылды көріп алайық қазір. Максим Самародов. Құлағыма керемет жағып тұрған дүниелерді көріп отырмын. 10-ші сектор бүкіл жаңағы әндерін қазақша айтып жатыр. Егер бұрындары красно-белые, ла-ла-ла-ла болса, қазір ақ-қызыл түстер деп, және де біріншісінде өздеріңіз естіп отырсыздар. Әрине бұл типтер керемет, өте керемет дүние, себебі қазақ тілді осылай өз құрамдарымызды қолдайық. Тағы да бір стандартты жағдай. Әлібек Қасым сенімді қорғанды. Макаренко, Дорни Ромеро, Гафуржан, ал Бауыржан Байтана кетті. Дорни Ромеро доппен, Дорниге қарсы Бауыржан керемет қорғаннан кетті. Макаренко, Евгений Макаренко доппен.
Қауіпті бұрыштама бұл жерде топта Максим Самородов. Ал мұнда не болып жатыр? Торни Ромеро мен Реджиналдо. Бірдеңені бөлсе алмай тұр. Максим допты ойынға қосты. Парфенов өз орнын аптырып кеткен бұл жерде. Ал Бауыржан Исламханның болса өкінішін көресіздер. Маған беруің керек еді ғой, Севолат деп атқанын. Ал Садовский болса кешірім сұрап жатыр. Бұл жерде енді тағы да бұрыштамады. Тағы да стандарттық жағдай. Ал ордабасы былтыр биыл да осы стандарттың арқасынан көп гол соғатынын бізге бірнеше рет көрсеткен еді. Яғни өткендегі Тобылға қарсы ойында да гол дәл сол стандарттық жағдайдан кейін соғылған еді. Бұл сәтте қалай болатынын көрейік. Ай-ай-ай, Всеволод Садовскийдің бұл жерде иығы тағы да шығып кеткендей көрінеді. Былтырғы маусымда дәл осылай иығынан жарақат алғанын білетін едік. Тағы да сол жарақаты қайталанғанда Кикимен соғысқан кезде өте ыңғайсыз құлады десек болады. Және Всеволод дәл осы иығы қатып қалған көріп тұрмыз. Және мына жақта Кучмамен бірге Дембо Дарбонды дайындалып жатқанын көретінбіз. Яғни Всеволодтың жағдайы қатты жақсы еместей көрінеді. Мүмкіндік болды мына жерде. Торни Ромеро мүмкіндікті қолдана алмады. Тағы да шабуыл. Ай-ай-ай. Себайлос қандай пас берген еді. Ромероға тек қана аяғын қою ғана қалған. Ал Ромеро бұл мүмкіндігін қолдана алмады. Алаңға менің ең сүйікті ойыншым Дембо Дарбо шықты. Ереке, Дембо туралы не ойлайсыз? Дембо өте мықты шабуылшы. Ирониясыз айтам. Сәл Астана оны дұрыс пайдаланбады. Сосын Ордабасы оны командаға алғанда хабарластым. Ол негізі айып алаңда тұрса, біз пас асырамыз, кім тағы берген, Исламхандар сонда ғана гол соғады. Ол негізі прессингке жиі бармау керек. Егер де дұрыс қолданса, 10-15 гол соғады. Бірақ қазіргі таңда бірақ гол соқты. Оған да уақыт беру керек. 14 гол қалды. 14 гол қалды. Көрейік. Керемет көрініс болды. Дәл қазір біздің көз алдымызда Бауыржан Исламхан мен Максим Самородов ұрысып қалған еді. Макс енді нағыз інісі ретінде ағасының кеп қолын алып кешірім сұрағанда көрдік. Макс, жарайсың. Достар, екінші тайм басталды. Екінші тайм басында Парфенов алаңға өзгеріс енгізді. Бұл жерде 7-ші нөмірдегі Бауыржан Байтананның орнына 80-ші нөмірдегі Арман Кеңесов шығарды. Яғни екі шабуылшының төменгісі, яғни шабуылдаушы жартылай қорғаушы рөліне көрейік. Арман бұл ойынға қандай өзгеріс енгізетінін. Дәл
Ошол Арман Доппен қазір. Орта қарай пас, соққалыстан Бекхан Шайзада. Қандай мүмкіндік Арман Кеңесі керемет сол аяғына соқты берген еді, бірақ қақпадан сәл қисып кетіп, ақтөбелік жанкүйерлерді бір өткізіп алды. Ойынның осылай 60 минутта да жақындап қалдық. Жалпы екінші таймында аяқ алысы тура сол бірінші таймдай болып жатыр. Топтың көбісі ортада. Керемет бір шабуылдар болып жатқан жоқ. Екі құрамда жалпы осы сәтте қорқыватқандай, бірақ Ақтөбе футбол клубы өз алаңында қорқып ойнағаны аздап түсінбей тұрмын, себебі өз алаңында бізге сұхбат берген жанкеріміз айтқандай, бүкіл үш ұпайларды алып отыру керек. Мүмкін әлі де жарты сағат уақыт бар, десек те әліптің артын бағайық, бірақ қазіргі таңда енді сол бір керемет мүмкіндік сол басындағы Әлібек қасында болды, сосын Ромероның аяғы тимей қалған жер болмаса, басқа бір керемет мүмкіндік болды деп айта алмаймын. Максим Самородов керемет қарымта шабуылға шығып кетіп өзіне әдемі мүмкіндік жасап алған еді және соққы да берді, бірақ Бекхан Шайзада өз орнында. Әлібек Қасымның соққысы қақпадан кейін кетіп жатыр. Есеп әлде 0-0. Самородов алаңнан кетіп бара жатыр, оның орнына Идрис Умаев және Жайро Жанда шыққалы жатқанын көріп отырмын. Жайроның орнына, яғни Жайро Дорни Ромероның орнына шықты. Екі шабуылшыда партияны алмастырып жөн көрген. Қазір ғана шыққан Бағдат Қайыров тағы да бір мүмкіндік болған еді, қолдан алмады. Жалпы бүгін Ақтөбенің ойыншылары, яғни қорғаушылары көп шабуылға қосылып жатыр. Мысалға айта кететін болсақ, Әлібек Қасымның үстінде мүмкіндік болған, ал Қайыров бізде енді топқа үлгере алмай қалды. Достар, осымен ойын аяқталды. Есеп 0-0. Бүгін ешкім жеңген жоқ. Достық жеңді деп айтайын десек, енді дәл бұндай чемпиондыққа таласатын клубтардың арасында достық болады деп айта алмаймыз. Бірақ десек те ойын бүгінгі тіркелген нәтижесі дәл осындай 0-0.
Вы же можете, вы же, наши красавцы. Соберитесь, каким, матчем и чемпионами не стали. Пожалуйста, вас просим. Ребята, чуть-чуть смиритесь. У нас впереди домашние матчи. Еще два. Мы готовы все остальное перемены, и нам на стадионе билеты купить, чтобы посмотреть. Они говорят, очередь, там, тренировка, не важны, продать билеты. Они все мучаются, чтобы такую игру посмотреть. Вы должны быть спокойно, просто выносить. Это не знаю, чуть-чуть серьезно, давайте. Следующий год обработай просто всю игру, давай вынесем все вместе. Пацаны, давай следующий матч с победой насчет. Давай до конца сезона так вперед. Достар, осымен ойынымыз аяқталды. Есеп 0-0. Ақтөбе өз алаңында Ордабасыны жеңе алмады. Ал Ордабасы қазіргі таңда өте керемет бабында деп айта аламыз. Себебі соңғы 2 ойында бірінші орында тұрған Тобылды жеңді өз алаңында. Енді бірінші орында тұрған Ақтөбе мен Қонақта тең ойнап отыр. Яғни бүгінгі ойынымыз осылай. Енді өкінішке қарай біз гол көп күткен едік. Гол көп болады. Сол бүкіл атмосфераны сіздерге береміз деген едік. Енді бүгін 0-0 есеп, бірақ десек те Қобыланды Батырдың бүкіл атмосферасын бере алдық деп ойлаймыз. Сіздермен бірге болған Паримаш Қазақстан YouTube каналының жүргізушісі мен Әлімжан Тасболатұлы. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.